Бәріңізге ассалаумағалейкум. Қытай Украинаға қару-жарақ берген елдерді сынға алды. Қазақстан, Ресей, Украина соғысы туралы өз ұстанымын жеткізді. Осындай өте қызықты жаңалықты нақты әрі толық білгілеріңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Барлық тараптар бейбіт келіссөздер үшін жағдай жасап, екі ел арасында от салудың орнына бейбіт келісімді жеделдетуші рөлін атқаруы керек. Бір жағынан атысты тоқтатып, соғысты аяқтау керек деп айқайлап, екінші жағынан қару-жарақ пен техника жеткізуге болмайды, деді Ван И. Министр Украина мәселесінің түпкі себебі еуропалық қауіпсіздік тепе-теңдігін жоғалтуында деп санайды. Айта кетейік, Ресей Украина соғысы туралы министр Қазақстанның ұстанымын айтты. Премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Хабар 24 арнасына сұхбат беріп, Қазақстанның Ресей-Украина қақтығысына қатысты ұстанымын айтты. Оның айтуынша, еліміз Ресей-Украина қақтығысын келіссөздер мен дипломатия арқылы тезірек шешуді үнемі жақтап келеді. Қақтығыстың алғашқы күндері президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей және Украина президенттерімен телефон арқылы сөйлесіп, тараптарды қақтығысты шешудің бейбіт жолдарын тауып, келіссөздер процесін бастауға шақырғаны белгілі. Қазақстанда Ресеймен тарихи тұрғыдан тығыз саяси, экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыс қалыптасқан. Дүниежүзіндегі ең ұзын шекараға ие бола отырып, ресейлік әріптестермен сауда-экономикалық ынтымақтастықтың қалыптасқан деңгейін сақтауға ниеттіміз. Жалпы құқықтық және саяси жағынан біздің мемлекеттер одақтас және стратегиялық серіктес. Сонымен қатар, қақтығыс аяқталғаннан кейін Украинамен де кең ауқымды өзара тиімді ынтымақтастықтың жоғары динамикасын тез арада қалпына келтіруге мүдделіміз. Бұл екі ел арасындағы әскери қақтығыс қазақстандықтардың жүрегіне батты. Сондықтан Мәскеу мен Киев таяу болашақта келіспеушіліктерді бейбіт жолмен шешудің жолын табады деп шын жүректен сенеміз, деді Мұхтар Тілеуберді. Сондай-ақ Сим басшысы Қазақстанның қарулы қақтығыстарды тоқтату үшін бітімгершілік жағдайға жан-жақты үлес қосып отырғанын жеткізді. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеле кетейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.